Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен география пәнінің мұғалімі Мұсан Анар Әсенқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның арнайы экономикалық аймақтары мен технопарктері. Бүгінгі сабақта Қазақстан Республикасы аймақтарында қосымша құны жоғары өндіру және қызмет көрсету мақсатында технопарктерді дамыту қажеттілігін оқып үйренесіздер. Глоссарий. Арнайы экономикалық аймақ кедендік бақылаулардың болмауы мүмкін, немесе қарапайым тексерілетін және елеулі салық жеңілдіктері ерекше шарттар белгіленетін ел аумағының бір бөлігі. Технопарк инновациялық жобаларды іске асыруға арналған аумақтық ғылыми, технологиялық және техникалық база. Бизнес-инкубатор идеяны әзірлеуден бастап, оны коммерцияландыруға дейін барлық даму кезеңдерінде жас кәсіпкерлердің жобаларын қолдаумен айналысатын ұйым. Арнайы экономикалық және технопарктер инновациялық идеялардың дамуын ынталандыру, елдің экономикалық дамуының негізгі факторларының бірі. Отандық экономиканың бәсекелестігін қалыптастыру және арттыру үшін жеңілдік берілген экономикалық аймақтарды құру қажет. Бұл аймақтардың ерекшеліктері жеңілдетілген салық салу, қарапайым кедендік рәсімдер, шетелдік және отандық кәсіпкерлердің бизнес жүргізу үшін қолайлы жағдайлар жасау, ішкі экономиканы дамыту, сыртқы сауданы дамытуға жәрдемдесу. Арнайы экономикалық аудандарды құруға қажетті жағдай: ыңғайлы, тиімді географиялық жағдай, бос кеңістік, тиісті дамыған инфрақұрылым, білікті мамандар, басқа аймақтар және басқа елдермен байланыс, мамандандырылған өндірістің болуы. Арнайы экономикалық аудандардың функциялары: логистика, туризм, қызмет көрсету, өндіріс, сауда, техникалық әзірлемелер. Арнайы экономикалық аймақтар не үшін құрылады? Орта және шағын бизнестерді көтеру, аймақтық экономикалық өмір сүру деңгейінде тексеру, аймақтағы ресурстарды тиімді пайдалану. Жоғары білікті мамандар үшін жаңа жұмыс орындарын құру, инновациялық технологиялар алу, шетелдік инвестицияларды тарту, заңнамалық және салық модельдерін сынақтан өткізу, менеджменттің жаңа тәсілдері мен әдістерін, импортты алмастыру, экспорттық базаны қалыптастыру, жоғары білікті мамандарды даярлау үшін құрылады. Арнайы экономикалық аймақты құру қағидаттары: болашақ өнімді жинақтауға қажетті материалдарын әкелуге, өндірілген тауарларды әкетуге, кеден бажаларының болмауы, салықтың жеңілдіктер. Арнайы экономикалық аумағында қызмет жүзеге асыратын компаниялар үшін жеңілдіктер, транзакциялар барлық түрлері үшін конвертациялық валютаны еркін пайдалану, меншіктеудің кез келген түріне мемлекеттік кепілдіктер, шетелдік инвесторларға тиесілі мүлікті тәркілеу. Технопарктер. Технопарктер инновациялық жобаларды іске асыратын ғылыми, технологиялық және техникалық базалардың жиынтығы. Ғылыми зерттеу индустрияның жетістіктері мен бастамалары, индустрия нысандары, іскерлік орталықтар, нысандарға қызмет көрсететін мекемелерді бірігіп жұмыс жасайды, оқу орындары, көрме алаңдары. Қазақстанның АЭ мен технопарктері әр жерде әртүрлі орналасқан, картада көріп тұрғандарыңыздай. АЭ қолдану салалары: химия және мұнай-газ химиясы, туризм саласы, тоқыма, логистика, акт салаларында, металлургия өнеркәсібі. Қазақстанның АЭ мен технопарктері: Астана жаңа қала арнайы экономикалық аймағы, құрылу негізі және мерзімі Қазақстан Республикасының президентінің 2001 жылғы 29 маусымдағы номер 645 жарлығы. АЭ-ның құру мақсаты: елорданың жаңа әкімшілік іскерлік орталығын жедел салу, индустриалды паркте жаңа өндірістер ашу. АЭ қызмет көрсету мерзімі 2001 жылғы 29 маусым 2027 жыл. АЭ аумағы 598 гектар. Негізгі қызмет бағыттары аралас. Орналасқан жері Астана. Қазақстанның АЭ мен технопарктері: Астана технополис АЭ құрылу негізгі және мерзімі Қазақстан Республикасының үкіметінің 2017 жылғы 24 қарашадағы номер 772 қаулысы. Негізгі мақсаты: қазіргі заманғы және тартылған озық технологиялар, ноу-хау, заманауи инфрақұрылымды құру арқылы инвестицияларды тарта отырып, Астана қаласын инновациялық дамыту. Қызмет көрсету мерзімі
аумағы, қызмет бағыттары, орналасқан жері көрсетілген. Қазақстанның АЭ мен технопарктері сарыарқа құрылу негізгі және мерзімі Қазақстан Республикасының президентінің 2011 жылғы 24 қарашадағы жарлығы. Құру мақсаты металлургия өнеркәсібі, металл өндіру өнеркәсібін дамыту, әлемдік сауда маркаларын тарту арқылы дайын өнім өндірісі. Қызмет көрсету мерзімі, аумағы, бағыттары және орналасқан жері көрсетілген. Қазақстанның АЭ мен технопарктері ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі құрылу негізгі мерзімі президент 2007 жылғы 19 желтоқсандағы номер 495 жарлығы. АЭ құрылу мақсаты көмірсутектерді терең өңдеу және жоғары қосылған құны бар бәсекеге қабілетті мұнай-химия өнеркәсібін өндіру үшін әлемдік деңгейдегі мұнай-химия зауыттарын құру және даму үшін серпінді инвестициялық жобаларды әзірлеу және енгізу. Бұл жерде АЭ-ның қызмет ету мерзімі, аумағы, қызмет бағыттары және орналасқан жері көрсетілген. Қазақстанның АЭ мен технопарктер Ақтау теңіз порты. Негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының президентінің 2002 жылғы 26 сәуірдегі жарлығы. Құру мақсаты қолайлы инвестициялық климат құру және экспорттық бағыттағы инвестициялық жобаларды іске асыру, отандық шетелдік инвестициялар тарту, импорттарды алмасу үшін аймақтық экономикадағы заманауи өндірістер мен инновациялық технологияларды жедел дамыту. АЭ қызмет ету мерзімі, аумағы, негізгі қызмет бағыттары және орналасқан жері көрсетілген. АЭ Қазақстанның технопарктері оңтүстік құрылу негізгі мерзімі 2005 жылғы 6 шілде Қазақстан Республикасының президентінің номері 1605 жарлығында. Құру мақсаты Қазақстан Республикасы мақта өңдеу, тоқыма және тігін өнеркәсібі кәсіпорындарын дамыту, тоқыма өнеркәсібін даму, тоқыма бұйымдарын өндіру бойынша әлемдік брендтер, өндірушілерді тарту, жоғары технологиялық өндірістерді құру, тоқыма өнімдерінің сапасын жақсарту және кеңейту. АЭ жұмыс істеу мерзімі, аумағы, қызмет бағыттары, орналасқан жері көрсетілген. Қазақстанның АЭ мен технопарктері Тараз химия паркі құрылу негізгі және мерзімі Қазақстан Республикасының президентінің 2012 жылғы 13 қарашадағы номер 426 жарлығы. Құрылу мақсаты Қазақстан 2050 мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде химия саласын дамыту. Қызмет ету мерзімі 2012 жылы аралығындағы 2037 аралығын құрайды. Орналасқан жері Жамбыл облысы. Қазақстанның АЭ мен технопарктері Қорғас шығыс қақпасы құрылуының негізгі мақсаты мерзімі Қазақстан Республикасының президентінің 2011 жылғы 29 қарашадағы номер 187 жарлығында. Құрылу мақсаты Қытай, Орталық Азия және Таяу Шығыс байланыстыратын логистикалық хабты құрудың стратегиялық нысаны болып табылады. Бұл жерде қызмет ету мерзімі, аумағы, қызмет бағыттары көрсетілген. Қазақстан АЭ мен технопарктері инновациялық технологиялар паркі құрылудың негізгі мерзімі Қазақстан Республикасы президентінің 2003 жылғы 18 тамыздағы номер 1166 жылғы жарлығында. Құрылу мақсаттары технологиялық дамудың ақпараттық технологиялар, телекоммуникациялық байланыс, электроника және құрал-саймандар саласындағы технологиялар, жаңартылатын энергия көздері, ресурстарды сақтау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, әртүрлі мақсаттардағы материалдарды жасау және қолдану, мұнай және газ өндіру, тасымалдау және өңдеу технологиялары, жоғары технологиялық және бәсекеге қабілетті өндірістерді қоса алғанда, жоғары сапалы өндірістер құру, өнімнің жаңа түрлерін дамыту, инвестицияларды тарту саласындағы технологиялар. Бұл жерде қызмет көрсету мерзімі, аумағы, негізгі бағыттары, орналасқан жері көрсетілген. Қазақстан АЭ мен технопарктері Павлодар құрылу негізгі және мерзімі Қазақстан Республикасы президентінің 2011 жылғы 29 қарашадағы жарлығы. Құру мақсаты технологияларын дамытудың ақпараттық технологиялар, химия, мұнай-химия салаларын дамытуға, оның ішіндегі заманауи технологияларды пайдалана отырып, жоғары қосылған құны бар экспортқа бағдарлана өнімді өндіру технологиялары. Қызмет көрсету мерзімі, аумағы, қызмет бағыттары, орналасқан жері көрсетілген. Қазақстан АЭ мен технопарктер Түркістан. АЭ құру мақсаты Түркістан қаласын жедел дамыту, Түркістан қаласының туристік әлеуетін көтеру және оның түркі әлемінің рухани астанасы ретінде
одан әрі даму және келетін қазақстандық және шетелдік туристердің қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын жоғары тиімді, бәсекеге қабілетті туристік инфрақұрылымды дамыту, туристерге қызмет көрсету үшін бірыңғай ақпараттық база құру. Құрылу негізі және мерзімі, жұмыс істеу мерзімі, аумағы, қызмет бағыттары, орналасқан жері көрсетілген. Қазақстанның АЭ мен технопарктері Қорғас ШХ АЭ құрылу негізгі мерзімі 2017 жылғы 6 қазандағы номер 624 қаулысы. Құру мақсаты трансшекаралық сауда-экономикалық ынтымақтастықты дамыту, экспортқа бағытталған салаларды дамыту, іскерлік және инновациялық жағдайда жақсарту, көлік инфрақұрылымын дамыту, туризм және мәдени өзара іс-қимыл, қызмет ету мерзімі, аумағы, қызмет бағыттары, орналасқан жері көрсетілген. Қазақстан АЭ мен технопарктері Қызылжар АЭ құрылу негізгі мерзімі Қазақстан Республикасының үкіметінің 2019 жылғы 11 қазандағы номер 758 қаулысының 2044 жылға дейінгі кезең Қызылжар арнайы экономикалық аймағы құрылды. Аумағы 192,3 гектарға дейін. Орналасқан жері Қызылжар арнайы экономикалық аймағы Петропавл қаласының аумақтық шекарасында орналасқан. Құрылу мақсаты Петропавл қаласында жедел даму, республика экономика, дүниежүзілік экономикалық қатынастардың жүйесін құру, күшейту үшін аймақтың жедел дамуы, жоғары технологиялық және бәсекеге қабілетті өндірістерді құру, өнімнің және түрлерін игеру, инвестициялар тарту, нарықтық қатынастардың құқықтық нормаларын жетілдіру, басқару және басқару заманауи әдістерін енгізу, сонымен қатар шешімдер, әлеуметтік мәселелер. Ендеше оқушылар, осы айтылған мәліметтер бойынша тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма: анықтамалар мен талдау негізінде АЭ мен өз аймақтарыңыздың технопарктерінің жұмысына баға беріңіздер. Өз аймақтарыңызда тағы да қандай АЭ құруға болады? Өз идеяларыңызды ұсыныңыздар. Екінші тапсырма: кескін картаға Қазақстанның арнайы экономикалық түсіріңіздер, олардың мамандануын белгілеңіздер. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, Қазақстан Республикасының аймақтарында қосымша құны жоғары өндіру және қызмет көрсету мақсатында технопарктерді дамыту қажеттілігін түсіндіңіздер. Ендеше сау болыңыздар.